Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Алтынбек Ернар. Бүгін біз Темір Адам фильмінің келесі бөлімі болып табылатын Темір Адам 2 фильмі жайлы талдайтын боламыз. Егер де алдыңғы бөлімді көрмеген болсаңыздар, мына жерден шыққан плейлистке кіру арқылы көре аласыздар. Ендеше біз видеоны дәл алдыңғыдағыдай 3 бөлімге бөліп отырып талдайық. Сейде бір орыс қайтыс болды. Өлер алды ұлы Иванға Темір Адамды өлтіруді өсиетке қалдырды. Иван үйінде әкесі және Тони Старктың әкесі Говард Старкпен бірге жасаған реактордың обайын тапты және соған қарап реактор жасауды бастап кетті. Алдыңғы бөлімдегі оқиғадан 6 ай өткен соң Тони Старк Нью-Йоркқа келіп, Старк көрмесінде өзінің жаңа костюмын көрсетеді. Көрмеден соң Старкты сотқа шақырады. Сотта сенатор Старктан костюмды беруді айтады. Ал Старк костюмды қару емес, жоғары дамыған протез деп айтып беруден бас тартады. Сенатор сотқа Хаммер атты ғалымды және де Роудсты шақыртып, костюмның зиян екенін беру керек екенін айтады. Старк болса телевизордан басқа елдердің костюм жасауға тырысуы сәтсіз аяқталып жатқанын көрсетіп, мен сияқты костюмды жасау үшін 20 жыл керек деп айтады да шіренген түрде кетіп қалады. Мұның бәрін телевизордан Иван көріп отырып, реакторды жасауда. Ол реактор жасап, электр тоғы өткізілген қамшы жасап, Монако еліне баруға жол тартты. Старк үйіне келіп, Джарвис жасанды интеллектісін реактор жасайтын жаңа элементін таба алмай жатқан естиді. Джарвиске жаңа элемент іздетуінің себебі Старктың реакторы Старктың организміне өте үлкен зақым келтіріп, оны соңында өлімге алып келтіруі мүмкін. Ал Старк бұл мәселені әлі шеше алмай жатыр. Кабинетке көмекшісі Пеппер Потс кіріп келіп, компаниядағы жағдайды айтып береді. Старк Пеппер Потсты директор етіп тағайындады. Пеппер Потс директор болған соң, оның орнына жаңадан Наташа Романов есімді көмекші жұмысқа тұрады. Наташа Романов Старктың қызығушылығын тудырады. Старк, Пеппер, Наташа үшеуі Монакоға көлік жарысын көруге барады. Онда Старк тағы да Хаммер атты ғалымды және журналисті кездестірді. Старктың ағзасы әлсіреп улануда екенін Старк арнайы аппаратымен көреді. Сөйтіп ол бұлай жүре берсе өлетінін білгеннен соң қалаған нәрсесін жасауға шешім қабылдайды. Сөйтіп ол көлік жарысына қатысуды бастады. Көлік жарысын жол ортасына шыққан Иван құртады. Ол Старк мінген көлікті құлатып, оған шабуылдай бастайды. Старкқа Пеппер мен оққа қары дер кезінде костюмды беріп үлгереді. Бұл шайқасты сырттан Хаммер көріп отыр. Старк Иванды жеңе алды. Иванды полицейлер тұтқындады. Тұтқындар алдын Старк Иванмен сөйлесе бастады. Старк Иванның кім екенін танымады. Сонда Иван, сенің реакторың мен әкеме тиесілі, просто сенің әкен Говард менің әкемнен жобаны ұрлаған деп айтады. Иван түрмеден өзінің күшімен және біреудің көмегінің арқасында қашып шықты. Сөйтсе Иванға Хаммер көмектесіпті. Сонда Хаммер Иванға Старк сияқты қару жасауды бұйырады. Хаммер Иванға өзі жасай алмай жатқан жаңа әскери костюмдерді көрсетеді. Иван бұл костюмдерді көзін жұмып ақ взламат етіп алды. Ал Хаммер Иванға жақсы жағдай жасап берем, сен маған костюм жасайсың, өйткені мен Старкты таң қалдырғым келеді дейді. Старк үйіне келіп, Иван және оның әкесі жайлы файлдарды оқып танысып отырады. Сол кезде Роудс келіп, Старкқа костюмды бер және мемлекет үшін қызмет ет деп айтады. Сол кезде Старктың да туылған күні келіп жетіпті. Ол бұл туған күнді ауырып жүрген соң соңғы туылған күні деп үлкен той етіп өткізбекші. Бұл тойға барлық қонақтар келді. Старк ішіп алып жан-жақты қирату үстінде. Роуди Старктың бұл ісін құптамай, оны тоқтату үшін Старктың жасаған екінші костюмын киіп алып, оған қарсы шыға бастайды. Ол той адамдарын қашыртып, Старкты тоқтата бастады. Оған Старк қарсыласты, бірақ соңында Старк таяқ жеп қалды. Роудс екінші костюммен әскери штаб пәтерге келіп, Хаммермен күдіктенсе де, костюмды дамыту үшін оған береді.
ішіп алған Старкты агент Ник Фьюри тауып алады және Старктың өз формасында емес екенін, оның ауырып жүргенін анық байқап қалады. Сөйтсе Наташа Романов та қалған құпия ұйымының агенті екен және Ник Фьюри Старктың ауырып жүргенін біраз уақыттар бұрын байқаған, сондықтан оған Наташаны өтірік көмекші қызметінде жіберіпті. Фьюри Старкқа адам болшы деп айтып тұрғанда, Наташа білдірмей улануды баяулататын дәрі салып жібереді. Сөйтіп Фьюри Старкқа сен барлық элементті тексеріп көрмедің, бәлкім басқа металдарды араластыру арқылы алынған жаңа элемент жасап, ауырып жүрген ауруынан айығып кетерсің деп ой тастайды. Старк Фьюридің аузынан Старктың әкесі реактор жасауға тырысқанын, бірақ жасай алмай қалғанын, бір күні Старктың әкесі Иванның әкесімен бірге реактор жасау кезінде Иванның әкесі реактор сатып, баю жайлы жаман ойлы болып шығып, оны КСРО-дағы Сібірге жер аударып жібергенін, Старктың әкесі де агент болғанын естіп қалады. Старк үйінде әкесінен қалған видеоларды көріп отыр. Содан кейін ол өзінің кабинетіне келіп, әкесі жасаған макетті тауып алады. Онда болашақтың кілті осында деген жазуды бір көзін жабу арқылы байқап қалады. Ол макетті көтеріп үйіне әкеледі. Үйіне макетті әкелген соң Джарвис жасанды интеллект екеуі макет құрылысын қосып отырып, адам ағзасына зиянсыз жаңа элемент пайда етуге мүмкін екенін көрді. Бірақ Джарвис оны жасай алмайды айтты. Сөйтіп оны Старк өз күшімен жасап көрді. Старк жұмысын аяқтағаннан соң өзіне тағып, Джарвиске тексертіп көреді. Хаммер Иванға келсе, Иван костюм емес робот жасап жатқанын көріп, Иванға керемет робот жасауды тапсырады. Хаммер сөйтіп кетіп қалады, ал Иван өзінің жаңа костюмын жасау үстінде. Хаммер звондап дрондарды әкелші дегенде, оған Иван қарсы шықты. Сөйтіп Хаммер қатты ашуланып Иванға келіп жетеді. Сөйтіп оған, сен келісімді бұздың, енді маған сенің керегін жоқ. Себебі менде Тони Старктың екінші костюмы бар, және де саған енді мына жердегі екі күзетші қарайды. Одан кейін сен қайтадан түрмеге қамаласың дейді. Хаммер кетіп қалғанда Иван күзетшілерді жеңіп, Старкқа қоңырау шалып, қысым көрсете бастайды. Старк Иванның Нью-Йорктан звондап жатқанын анықтап алады. Содан кейін біз Наташа мен Пеппердің Старк көрмесінде келгенін көреміз. Бірақ көрмені енді Старк емес, Хаммер өткізіп жатыр. Ол әскери саладағы барлық әскерлерді робот түрін көрсетіп, әскерлерді роботпен алмастыруға шақырады. Ал сонда Роудс өзінің жаңа костюмымен шығады. Хаммер көрме өткізіп тұрғанда Иван анау жақта жатып ақ роботтарды және Роудидің киімін взламат ете бастады. Сол кезде кенеттен Старк темір адам кейпінде келіп жетеді. Ол Хаммерге адамдарды эвакуациялау керектігін, Иван роботтарды взламат етпекші болып жатқанын айтады. Ал Роудсқа Хаммер мен Иван дос екенін айтады. Бірақ бұл уақытта Иван роботтар мен Роуди костюмін взламат етіп, бәрін Старкқа қарсы қояды. Старк Джарвис жасанды интеллектісіне Роудидің киімін залалсыздандыруды тапсырады. Хаммер программистерге келіп, жағдайды дұрыстауды тапсырады. Бірақ программистердің қолынан бұл келмеді. Сол кезде Наташа мен Пеппер келеді. Хаммер оларға мән бермеді. Бірақ Наташа Хаммерге күш қолданған соң Хаммер Иванмен дос екенін және ол қазір Хаммердің үйінде екенін растайды. Пеппер полицейлерге звондап оларды шақырады. Старк пен Джарвис болса костюмді залалсыздандыра алмауда. Роботтар Старк көрмесінің ғимараттарын сындыруда, ал Наташа мен оққағар Кеппи Иванды тоқтатуға бара жатыр. Старк әртүрлі трюктер жасап роботтарды соғыстырып жаруда. Наташа бұл жердегі барлық күзетшілермен шайқасып оларды жеңіп, Иван отырған бөлмеге келсе, онда Иван кетіп қалыпты. Наташа бұл жердегі роботтарды басқару компьютерін көріп отырып, Роудидің костюмін залалсыздандыра бастайды. Ал Старктың денсаулығы жақсарғанын да байқап қалады. Мұны естіген Пеппер Старктың ауыр
ауырғанын естіп таң қалады. Роудстың костюмін залалсыздандырып, Старк пен Роудс роботтарды жеңеді. Бұл кезде Хаммерді полицейлер тұтқындады. Ал Пеппер көрмеде біраз тұратынын айтады. Наташа компьютерден Старк пен Роудсқа бір нысан жақындап келе жатқанын көреді. Сөйтсе бұл Иван екен. Старк пен Роудс Иванды жеңеді. Сөйтіп Иван жасаған роботтар өзін жою алгоритмін орындауды бастап кетеді. Старк Пепперді құтқарып үлгереді. Сөйтіп Пеппер отставкаға шыққысы келді, бірақ Старк келіспеді. Кейіннен Тони Старкты Ник Фьюри шақырады, және де Наташа Романов жазған Тони Старктың мінездемесін оқытады. Сөйтіп Ник Фьюри оны бір топқа қабылдайын деп жатқанын айтады. Одан кейін Старк марапаттау рәсіміне барады. Онда Тони Старкты сенатор Әрен дегенде марапаттайды. Фильм соңында Колсон аспаннан түскен балғаға келіп жеткенін Фьюриге хабарлап жатыр. Комикстерде де электрленген қамшы ұстаған темір адамның жаулары болған, бірақ та оның аты Антон Ванко еді, ал бұл фильмде бұл жаудың аты Иван Ванко. Біз фильмнен мына баланы көреміз. Бұл фильмдегі бұл бала 2017 жылы Питер Паркер екенін растады. Біз фильмде Тони Старк сотта телефон тез ақтарып жатқан уақытта Illuminate деген топтың атын оқып қаламыз. Бұл тобымыз біздің комикстерде не болмаса Доктор Стрэндж 2 мульти-әлем ессіздік фильмдегі Illuminate тобына отсылка. Иван Ванконың әкесі мен Тони Старктың әкесі арасында қарым-қатынасты біз Агент Картер сериалынан көргенбіз. Старк кітапты ақтарып жатқан уақытта біз Тессеракттың бейнесін көруге болады. Біз фильмде Капитан Американың қалғанының моделін көруге болады. Тағы да бір қызықты жайттардың бірі, фильмнің соңындағы Ник Фьюри мен Тони Старктың сөйлесіп жатқан уақытында артқы камерада картаны көреміз. Және де ол жердегі мына нүкте бұл Ваканданы көрсеткен. Ал мына нүкте Тёрнсбергтегі Тессерактты Йоган Шмидттің ең алғаш ұрлаған жерін көруге болады. Ал мына жерде Капитан Америка мұзға құлаған жері. Ал мына жерде болса Тони Старктың үйі және халықтың болып жатқан оқиғалары осы жерде болып жатыр. Ал мына бір нүктеде біз Тордың балғасы түскен жер деп айтуға болады. Темір адам 2 фильміне өз ойымды берер болсам, ең бірінші фильм алдыңғы бөлімге қарағанда қызықсыз, бірақ та көруге тұрарлық орташа деңгейдегі фильм. Онымен бірге фильмдегі басты жауыз Иван Ванко аса қатты мықты жауыз емес. Және де фильмде көптеген экшн сценалар жетіспейді. Мінеке, міне дегенше видеоның да соңына келіп қалдық. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тілгеніп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.